Бүгін міне нөмір 82-ші дарын мамандандырылған лицейінде жаңа Қазақстан бойынша экологиялық акцияға біздің балаларымыз көп мәліметтер алды. Енді біз осы акцияға өзіміздің де балалар үлестерін қосып жатыр. Күнделікті сабақтарда да біз осы акция туралы, немесе осы таза Қазақстан, таза ауа, қалдықтарды сұрыптау туралы мәліметтер беріп отырмыз. Енді бүгінгі іс-шарадан кейін біздің балаларымыздың мәліметтері толығып, осы іс-шараға атсалса қатысады деген ойдамыз. Және сонымен бірге біз тек қана осы акцияға ғана қатысып отырған жоқпыз. Мектебімізде көптеген жобаларда жұмыс істеп, жобаларды да қорғап жатыр балалар. Сол кезде өздерінің қолдарынан жасаған осы екінші өмір сыйлаймыз деген жоба өтті. Осы екінші өмір сыйлаймыз деген жобада балалар өздерінің қолдарынан жасаған заттарын көрсетіп, солардан көрме қойылды. Көрме қойылып, балалардың еңбектері бағаланып, марапаттарға ие болды. Сонымен бірге қалалық жобалар сайысы болды. Қалалық жобалар сайысында да экологиялық қалдықтарды сұрыптаймыз. Онан кейін айналадағы өсімдіктерден дәрілік өсімдіктерді пайдаланамыз деген тақырыптарда оқушылар өз жобаларын қорғап, олар да жақсы жетістіктерге жетті. Алдағы уақытта бұл не береді? Алдағы уақытта бұл жобаға бүкіл халық, бүкіл ел, бүкіл оқушылар бірге қатысатын болса, онда біздің табиғатымыз тазарады біріншіден, екіншіден тіпті жер астындағы пайдалы қазбаларымыздың да қорын молайтуға өз үлесін қосады деген ойдамыз.